الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابع التابعين له بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أخرج كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السنة الأولى Мәдиналық кезең хижраның басталатын тарихы осы кезде. Оның өзінің тарихы бар, ол неге қатысты емес, сираға, хижра санағының басталуына басқаша бір өзгеше оқиға болады. Мына жерде айтылмаған. Пайғамбарымыз мешітін салды, тұрғызды, оны айттық қалай болғандығын. ووقفنا عند قوله وجعلت قبلة المسجد في شماله إلى بيت المقدس. Демек, біздің қыбламыз алғаш кезінде қай жаққа қарағанбыз? Байтул Мақдис, Ақса мешітіне қарағанбыз. Осыған келетін болсақ, пайғамбарларымыздың барлығы бір қыблаға қарамаған. Көпшілік пайғамбарларымыз, Алла оларға разы болсын, сәлема болсын, салауат мен сәлема болсын. Пайғамбарларымыздың көпшілігі, бәрі емес, көпшілігі қайда жіберілді? Еврейлерге, Исраил ұрпағына. Исраил дегеніміз Яқуб алейхиссаламның екінші есімі. Жаңа Яқуб алейхиссаламның ұрпағына жіберілген көпшілігі. Олар қайда болды? Палестинада, немесе Ақса жерінде болған. Демек, олардың жіберілген жері Байтул Мақдис болған болса, олардың құлшылық қылатын кездегі қыбласы Байтул Мақдис болған. Көпшілік. Енді жартысы. Несі қыбласы батыс болған, енді бір жартысы шығыс болған. Батыс, шығыс. Шығыс енді неге қарайды? Байтул Мақдис. Сонда не болған? Әртүрлі бағытқа қараған, бір жартысы. Енді бір жартысы бөлігі соңғылары неге қараған? Меккеге қараған. Соның ішінде кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның да соңғы тұрақтайтын үмметінің қыбласы қияметке дейінгі ол Әл-Кәәба. Мафхум? Сонда қыбла бір болмаған. Басында көпшілік Байтул Мақдиске қараған, кейбіреуі әртүрлі жаққа қараған. Батысқа да қарағандары бар. Солтүстікке немесе әртүрлі бағытқа қарағандары бар. Олар аздау. Көпшілігі неге қараған? Одан кейінгісі Әл-Кәәба. Неге енді пайғамбарымыз Мәдинаға барып екі қыбланы қосады? Екі қыбланы қосады дегеніміз Ақсаға да қарап құлшылық қылады да кейін Меккеде. Неге? Себебі Мәдинада үш тайпа еврейлер бар. Ал еврейлердің қыбласы аталарының немесе пайғамбарлардың әуел бастан келе жатқан не дедік? Ақса. Пайғамбарымыз деседі, осы әрекетімен олардың жүрегін жібітіп, өзіне қаратып болды. Сондай стратегия, саясат жасады. Шынымен ол өтті, бірақ олар дінге келген жоқ. Мына біздің қыбламыз қарап отыр, ата-бабамыздың, пайғамбарлардың қыбласына қарап жатыр деп сөз еткендері болған. Бірақ ол әсер еткен жоқ дінге келуіне. Неге? Себебі ол жаққа біз, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 17 ай ғана қарап оққан ол жаққа. Кейін олар әсерленбегенін не деді? Болды онда. Сендер үшін енді жасаған едім, пайдасы болмаса болды деп Алла тағала не істеді? Жоқ, олардың көңіліне қарама, енді ақиқат. Өзің қай жақты қалап тұрсың? Жүрегің қай жаққа бұрып тұр, сол жаққа бұр деп рұқсат етеді. Оны Бақара сүресін оқысаңдар, сол жерде тұрады. Аспанға қараған еді, күткен еді. Дұрыс па? Демек, неше ай оқыды барғаннан бастап? 17 ай біздің қыбламыз не болды? Мәсжидул Ақса, немесе Байтул Ақса. Не үшін? Аналардың көңілінен шығу еді. Жақсы ма? Сосын пайғамбарымыздың шариғаты не болады? Бұл жерде тағы да бір ишарат, шариғаты өзіне дейінгі өтіп кеткен пайғамбарлардың шариғатын қамтыды деген ишарат бар. Түсінді ма? Түсінесіздер ғой? Яғни пайғамбарымыз тек жаңалық енгізіп жатса, басқа бір ерекше бір пайғамбар болып келіп тұрса, аналардың жолымен емес,
оларды бұзып тастап, онда жаңа бір негіз құрастыратын болса, олай істемеу керек. Былай істеуінде не бар? Мен солардың да айтқанын айтып келіп тұрмын деген сөз. Түсінікті ма? Сол үшін қыбланы сол жаққа қаратады. Түсінесіздер ма? Айтпағы олардың да Раббысы бір, менің де Раббым бір деген сөз. Олардың да алып келген міндеті рисаласы сол, менің де рисалам сол деп не істейді? Кеп ол Байтул Мақдисқа 17 ай қарап намаз оқыған, құлшылық қылған. Ал намаз білесіңдер, Исра Ми'раж оқиғасына дейін пайғамбарымыз 2 уақыт намаз оқыған. Оны не деп айтты? Ас-салатул уақтия. Кейінгі не болды? Фард болды. Ана осы аталған не деп? Ас-салатул уақтия, уақытлы намаз. Таң атқан кезде 2 ракағат, күн батқан 2 ракағат. Ол кімнен қалған? Ибрахим алейхиссаламнан қалған. وجعل له 3 أبواب ثم حصبت أرضه لأن المطر كان قد أثر فيه. Бағана айтқанымыздай, немесе өткен сабақта айтқанымыздай, мешіттің ішінде қазіргі таңдағыдай цемент құйылып, керамика немесе тағы басқа тастар төселмеген, кілем төселмеген, жай ғана қара топырақ болған. Жаңбыр көп жауғандықтан не болып кетеді ол? Лайланады, шұңқыр болады, өзгеріп кетеді. Содан не істеді? Оған тастақ төселген. Біздің қазір тастақ емес, кәдімгідей андай ұсақ-ұсақ тас төселген, тегіс болсын деп. Фамара алейхи ассалату вассалам би хасадихи, міне пайғамбарымыз деседі, тас төсеңдер деп бұйырған екен, төсеген, иә. ولم يزيد المسجد بفرش ولم يزين المسجد بفرش حتى ولا بالحصر немесе حصر. Тіпті ол кезде пайғамбарымыздың кезінде мешіт зейнеттелмеген, немесе әсемделмеген, көркемделмеген, комфортталмаған. Немен? Қазіргі таңдағыдай кілем тағы басқа нәрсе. Тіпті хасыр немесе хосыр дейді, ол ана шиден тоқылған жай намаздар бар ғой, жұма күні шығаратын, қатты мынандай. Онымен де төселмеген. Сонда не болған? Тас немесе таза топырақ. Оның айырмашылығы не? Оның айырмашылығы, сен егер сәждеде жай намазға немесе жаңағы сияқты соңғы технологиямен жасалған бір нәрсеге сәжде етсең, толық сәжденің сезімін, сәжденің бір ерекшелігін сезінбейсің. Ал топыраққа, тасқа сәжде етсең, сезінесің бір нәрсе. Не? Сезінбей тұрған нәрсе, ол құлдығыңды, сен әлсіздігіңді, еш нәрсе емес екеніңді сезінесің. Ал мынандай комфортта сезінбейсің. Керісінше комфорт не бере береді саған? Кібірлік бере береді, өзімшілдікті бере береді, менмендікті бере береді. Сол себепті тасқа немесе қара топыраққа сәжде етсең, шынымен сезінесің өзіңнің ешкім емес екеніңді. وبنى بجانبه حجرة. Ол кезде 2 анамыз ғана болып тұр ғой енді. Аналарымыз әлі алда. Дұрыс па? Сол себепті 2-ақ қана не істеді? Бижанибихи, мешіттің қабырғаласына. Мешіт былай тұрса, міне соның міне қабырғасына жанib қырлап бүйтіп, не істеді? 2 бөлме салды. Ол 2 бөлме қай жаққа қарап тұр? Шарқия. Шарқия дейміз, шығыс жаққа қарап тұр былай. Жақсы ма? Кейін ол 9-ға дейін қосылады ғой. Ал өткен сабақта немесе жалпы пайғамбарымыздың осы аналарымызға арнап салған бөлмелері қандай болды, қандай проектті болды. Оны Усам Азхари өзінің бір сабағында айтады. Біз ойлағандай емес, сізбен біз суреттегенде емес, аналарымыздың, пайғамбарымыздың салып берген бөлмелері кәдімгідей заманауи болған. Әр дүниелік қажеттіліктерге арналған бөлме болған. Жуынатын бөлме бөлек, асханасы бөлек, қонақ күтетін бөлме бөлек, ұйықтайтын бөлме бөлек, мысалға гардероб дейміз, тура сол сияқты өмірлік қажеттіліктерге арналған бөлмелер болған. Сонда ол кедейшілікті немесе қарапайымдықты көрсетпейді. Бірақ көпшілік солай түсінген. Пайғамбарымыздың үйі не болған? Балшық бітті, еш нәрсе жоқ ішінде. Төсек болды. Жоқ, олай болмаған. Түсінікті ма? Ахадухума, сол 2 бөлменің қабырғалас болып салынған сол 2 бөлменің біріншісі кімге? Лисаудата бинт Замаа. Анамыз кімнен кейінгі үйленген? Хадижа анамыздан кейін үйленген анамыз Сауда бинт Замаа. Вал ухра ли Аиша радияллаху анхума. Кейінгісі кімге? Аиша анамызға арналған.
Демек жетеуі бар. Жетеуі де кейін қалай салынады? Сол екі бөлменің қабырғаласы бүйтіп бір сызықпен бүйтіп не істеп кете береді, жалғасып салына берген. Міне ол кезде Мәдинаның бірінші жылында немесе Мәдиналық бірінші жыл ғой, мешіт салған кезде пайғамбарымыз осы анамыздан, осы екі анамыздан басқа ешкімге әлі үйленбеген еді. Сол сәтте, сол уақытта. Демек әлі болды, болашақта алда үйленеді деген сөз. Көрдіңдер ме? Сонда мешіттің формасы қандай? Тура сол сияқты мына екі бөлмеде мешітке жабысқан, қабырғаласы. Сосын формасы бірдей. Биіктігі, шәкілі, сыртқы несі, пішіні, көрінісі, формасы бірдей. Жақсы ма? Пайғамбарымыз тағы бір жаңа анамыз үйленген сайын не істей бастады? Худжра бөлмелер сол формада көбейе берді. Біріне бетіп қабырғалас болып салына берді. Жақсы ма? يقول الذهبي في بلبل الروض كتابته لم يبلغنا أو لم يبلغنا أنه عليه السلام بني له 9 أبيات حين بنى المسجد ولا أحسبه بعد ذلك إنما كان يريد بيتا واحدا حينئذ لسودة أم المؤمنين ثم لم يحتاج إلى بيت آخر حتى بنى بعائشة في شوال سنة 2 وكانه عليه الصلاة والسلام بناها في أزمنة مختلفة. Енді бұл кімнің көз қарасы, әртүрлі пікір бар, сол себепті оның ешбір зияны жоқ. Жалпылама солай салынды. Қайсы бірін салынды, қайсы кейін салынды, ол алып бара жатқан қатты маңызды мәселеміз. Терең оқымыз келсе, онда одан кейін терең кітаптарды оқу керек. Сонда айтып, мынау бірінші салынды, мынау мынандай болды деген сияқты. Жалпылама білдік. Демек бұған дейін азан жоқ, азан әлі заңдастырылған жоқ. Ләм юшра дейміз, әлі заңдастырылған жоқ, үкім түскен жоқ, сөздері баяндалған жоқ, қашан қай уақытта айтылатындығы әлі белгісіз. Демек пайғамбарымыздың мешіті салынды, аналарымыздың мешіті салынды. Мына қысқаша мағлұмат. Ал қалай болды, кім атсалысты, кім ол кезде болмады деген сияқты нәрсенің барлығын терең кітаптарда оқимыз. وفي الصحيح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين هما سهل وسهيل. Бағанағы жердің иелері екі жетім деген едік. Асад ибн Зурараның қамқорлығындағы. Пайғамбарымыз оларға дұға жасаған екен. فساومهما بالمربد. مربد وهو الموضع الذي يحصل فيه الزرع والتمر لللبس. Өсіп өнетін алқап болып тұр ғой, сонда біздің тілмен мермет дейміз. Немесе бағанағы егін жиналады, сосын егінді кептіретін жер болады ғой, жинақ қойып, бидайды әкелесінде кептіріп қоятын. Сол қырман. Сондықтан сол қырман болған ғой, сонда екі жетімнің жері, бағана мешіт салатын жер. ليتخذه مسجدا فقال بل نهبوه لك يا رسول الله ثم بناه مسجدا وفي بعض الروايات أن رسول الله أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه. Міне, демек көп риуаят бар. Сыйлыққа берек дегені бар, пайғамбарымыз жоқ, алмаймын дегені бар, бәлкім бұл жерде қалай сыйлыққа береміз деді, ол кісі жоқ, жатып сатып алам деді. Сосын ақшаны қалтасына сол сәтте болмағандықтан кімге төлетеді? Міне, Абу Бакрға бер дейді, бірақ Абу Бакр кейін қайтарып береді. Неге? Себебі пайғамбарымызға ешкімнің жақсылығы өтпеу керек. Яғни жақсылықты қабылдайды ол кісі, бірақ еселеп қайтарып тастайды. Мафхум, ол сізбен біздің арамызда ғана солай. Жақсылық өтеді біреумізді. Сен қайтара алмау мүмкінсің. Бізге жарасады. Ал пайғамбарымызға жоқ. Ешкімнің жақсылығы өтпеу керек. Ертең мынандай қылып айтатындай, мен саған жақсылық жасаған едім ғой деген сияқты ешкім айта алмау керек. Себебі ол кісі жақсылықтың атауы сол. Түсінікті ме мағына? Сол кісі жақсылықтың атауы. Енді сен келіп жасасаң, онда сен одан артық болып кетпейсің ба? Мағына түсінікті ме? Ал қызығы, ұстаздарымыз айтады, бұл әлбетте кітапта жоқ. Және де бұны фиқх ғалымдары да айтпайды.
фиқ ғалымдары бұнымен шұғылданбайды. Фиқ ғалымдары қағидамен шұғылданады. Абу Ханифа айтқан қағиданы ешкім өзгерте алмайды. Соның төңірегінде ғана жүреді, дұрыс па? Өткенде айттық қой, ғалымдар келісу керек, сонда ғалым екенін дәлел. Ал сопы әулиелер келіспейді, олар әртүрлі пікірде болу керек. Онда олардың ақиқаттығына дәлел. Келсе, өтірікші деген сөз, бір-бірінен жақтап алған. Түсінікті ме? Ал ғалымдар келіспей қойса, онда бәрі өтірікші ғалым. Түсінікті ме? Тіпті пайғамбарымыздың денесі тиіп жатқан топырақ, бағана бұққа, бір тілім деп айтады, қазақ тілінде тілім жер. Десіңдер ме? Айттық қой, жер бетіндегі ең шарапатты, қайталанбайтын, алал итлақ, абсолютті түрдегі ең қасиетті топырақ сол дедік, жер. Тіпті ол қасиеттілігі арш, курси содан да артық деп едік. Арш, курси бар ғой, содан да артық деген. Неге? Неге? Пайғамбарымызбен арш, пайғамбарымызбен курсиді салатын болсаң таразды кім басып кетеді? Пайғамбарымыз басып кетеді. Түсінікті ме? Топырақтың өзін алсаң жай ғана, онда әлбетте арш, курси артық. Бірақ бұл топырақ неге мәртебеге болды? Не себепті? Пайғамбарымыздың денесіне тиіп жатқандықтан. Міне көрдіңдер ме, мағына қайдан шығады? Демек, пайғамбарымыз қандай бір нәрсені ұстамасын автомат түріне болып кетеді ол кітап. Ең шарапатты болып кетеді. Телефон мысалға ең шарапатты болып кетеді. Топырақ ең шарапатты болып кетеді. Киім ең шарапатты болып кетеді. Түсінесіңдер ме? Себебі неге? Өзі соның көзі болады. Оны естіген шығарсыңдар. Неге дейді? Себебі а'зам ва ашраф ва акрам жасад халақаху. Сонда Алланың жаратылысы көп, соның ішінде арш бар, курси бар, тағы басқа әлем бар, жұлдыз бар, періштелер бар, жын әлем бар, тағы басқа әлем көп қой. Соның ішіндегі жаратылыстың ең ашрафы, ең акрамы, ең а'замы кім? Абрақ тағы, абрақ. Берекелісі кім? Жасадун наби халақахуллаху. Түсінді ме? Сол себепті пайғамбарымыз бір нәрсе істеді ме, бітті стады, бітті кетті. Суды ішті ме, бітті кетті. Талассаң болады оған. Сүтті ішті ме, бітті. Отырып кетті ме, орындыққа болды. Ол орындықты бұрынғы таңдағы тілмен айтсаң, аукцион қойып сатсаң болады. Кім отырған оған? Оған алысқа бармай-ақ Майкл Джексонның да киімін сатады ғой. Несіңдер ма? Бір перчат киім қанша $1000 сатқан? $500 сатқан. Бір перчатке. Тіпті оның ауыр нәжесасы бар, соны да сатқан. Несіңдер? Ауыр нәжесасын. Майкл Джексондікі де. Аукцион қойып сатқан. Алысқа бармай-ақ, мына кино жұлдызында жүрген, кино әлемде жүрген жұлдыздар бар ғой, Арнольд Шварценеггер, соның киімдерін сатады ғой. Аукцион қойып, білесіңдер? Ол үшін жанын береді адамдар, фанаттар. Ол кім? Пайғамбарымыз кім? Көрдіңдер ме? Сонда біз алыс нәрсені айтпайды ешкім. Ақылға сыймайтын нәрсені айтпайды ешкім. Міне бар нәрседе өзіміз соны жасап жатырмыз. Керек болса ана велосипедист кім еді? Қазақстаннан аты шыққан орыс. Сары. Шықты ғой бір жылдар Францияда бір нешінші орын алды, бірінші орын. Кеп несін сатты? Велосипедін сатқан жоқ $1000. $1000 ма еді? Қанша? Есімде жоқ. Бірнеше жыл бұрын велосипедін қойған. Осы жақында ғана Геннадий Головкин несін сатқан жоқ па? Аукционға түскен жоқ па ана несі? Перчатки. Көрдіңдер ме? Демек, қарапайым өзіміз сондай нәрсені шығарып аламыз да. Деп. Ол періште емес қой. Пайғамбар емес қой уахи етілетін. Ал неге сен пайғамбарымызға келгенде астапыралла мынау не айтып кетті дейді. Керек болса қазіргі жүрген жұлдыздардың да сен киімі сөйтіп сатып аласың. Димаш Құдайбергеннің де сөйтіп алу мүмкінсің аяқ киімі. Отты қойып қоясың төріңе елді. Мынау Димаш Құдайберген. Оған ешкім сөкпейді. Деп тамсанады, машалла деп қағым мүмкін арқасы. Міне демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла жаратқан жаратылыстың қайсысы екен? Ең азам, ең әкмәлі, ең ашрафа. Исм тафдил бар ғой, қандай уәзінде? Аф'ала, ахсан. Соған ең жақсы сөздің бәрін салда пайғамбарымызға айта бер, қателеспейсің деген.
Ахсан әкмел бәрін айт, пайғамбарымыз айт, қателеспейсің деген. Тіпті ол жайында сенде дәлел болмаса да, оқымасаң да, ешбір ұстаздан тыңдамасаң да қателеспейсің. Ал отырлап кемсітсең кеттің деген. Дәлелі. Ең бірінші болып тәзкияны кім берді? Тәзкия дегенімізде характеристика немесе мінездеме. Мысалы, сен жайында ертең мінездеме сұрайды. Мінездемені кімнен алып барасың сен? Оқыған жерден алып барасың. Мешітке, тағы басқа жерге. Сонда университет саған жаман деп жазып беремін. Ешқашан университет өзінің түлегі жаман болса да мінездеме жаман деп жазбайды. Біз сол салада жұмыс істедік қой бір жылдары. 3-4 жыл бұрын еді мешітте. Біз мешіттің атынан 400 студентке муфтиятқа мінездеме жазып бергенбіз. Сол кезде анау мазмұны болады, соны құрастырғанбыз, жазғанбыз, жүргенбіз. Сол кезде бір балаға, алдымен 400 баланың бәрін білемін. Кімнің мынандай екен, кімнің мынаны жазған жоқпыз. Жазатын болса, кір, мін, айып, кемшілік балаға ма жоқ, университетке ма? Қалыптасқан нәрсе, сен ақылыңды сәл қосшы, қалыптасқан нәрсе. Мінездемені алып барасың, сен бір деп бересің мешітке немесе бағана жұмыс орнына. Ол алады да соған негізделіп, жақсы маман деп жұмыс қалды. Пайғамбарымызға мінездемені кім берген? Мен берген жоқпын. Кім? Аллах Нун сүресінде деп айтты. Ва иннака мінездеме емес па бұл? Жаратушы Раббымның жаратқан құлына мінездеме берді. Ода күдік бар ма? Амына бізде арамызда күдік бар ғой. Жазып бердік қой, бұл жақсы болады. Раббым беріп тұрған болса, сен неге күдіктемесің ода? Демек, пайғамбарымыз ең әкмәл Алланың жаратқаны. Өзі беріп тұрған дейді. Демек, ода не болмайды? Алла айтқандықтан сен таппайсың кемшілікті. Таптың ба, мұнда сенің басыңда кемшілік бар. Сен түсінбей тұрсың. Өзің сияқты ойлап тұрсың. Бұл мағлұмат таппайсыңдар кітаптан. Пайғамбарымыздың жатқан жері жер бетіндегі ең абзал бұқа деген. Бұқа десем саған тілім қайталанбайды, табылмайды ондай. Азанның бастамасы, азанның шариғатқа енуі, тарихы, оқиғасы. Бәд'ул әзан. أوجب الله الصلاة على المسلمين ليكونوا دائما متذكرين عظمة العلي الأعلى. Алла Тағала бізге намазды пайғамбарымыз арқылы парыз етті, міндеттеді. Неге? Әрдайым Алланың ұлықтығын естен шығармай жүру үшін. Міне, сол үшін 5 уақыт намаз береді. Енді бұл 5 уақыт намаздың парыз болуына түрткі болған немесе парыз болуындағы себептердің бірі. Осыған емес, ол жерде көптеген пайдасы бар. 5 уақыт намаздың, Міне, осылайша Алла Тағаланы естен шығармайды да, ол неге әсер етеді? Оның бұйрықтарын мен орындап отырам. Бұйрықтарын естен шығармағандықтан, тыйымдарын да естен шығармаймын. Сол себепті намаз қайталанып отырады да естен шығармау үшін, ұмытып кетпес үшін. Сонда біз қандай жаратылыспыз? Ұмытшақ, әлсізбіз. Сол себепті Раббым не істеді? Ұмытып кетпесін бұл. Дүниемен, өзімен, тағы басқа нәрсемен кетіп, ұмытып қалады деп 5 уақытты берген да қайта-қайта. Несімен? Азанымен бірге. ولذلك قال في محكم كتابه Құран кәрімде في سورة العنكبوت استعيذ بالله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Міне, расында намаз арсыздықтан, жамандықтан, барлық жамандық атауынан тыяды, қайтарады. Ал қазіргі таңда неге намазың бар, бірақ намазың сені мына аятта баяндағандай Раббым қайтармайды. Демек, сен намазды дұрыс оқымай жүрсің. Қателік қайдан кетіп жатыр? Намаздан бұрын қайдан кетіп жатыр? Жүректе кетіп жатыр. Жүректе. Сөйтіп, ең
сауабы көп, абзал намазды қайсысы қылды? Жамағатпен орындалған намазды абзал деді. لِيُذَاكِرَ الْمُسْلِمُونَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا فِي شُؤُونِهِمْ وَاحْتِيَاجَاتِهِمْ. Міне, жамағат намазы қандай екен? Мұсылмандар сол жиналады, бір-біріне не істеп отырады? Есіне салып отырады, бір-бірінің жағдайын сұрайды, бір-бірінің мұқтажын біледі. لِيُذَاكَرَ емес, لِيُذَاكَرَ дегенімізде екі тараппен болады бұл. Юфаал, екі бап, яғни екі тараппен болады. Бұл әрекет істеу үшін екі жақсы тұру керек та. Мен сенімен амандасам, сен менімен амандасасың, хал жағдайымды сұраймын, сөйтіп, естен шыққан нәрсені мен саған айтамын, сен маған айтасың. Сосын қажеттіліктеріміз бар, істеріміз бар, соны көріп қалып есімізге салып отырамыз. Сонда осыған түрткі болған нәрсе не? Жамағат намазы. Осылайша не болады? Олардың арасындағы бауырмашылдық, бағана татуластық, мейірімділік деген пайда не болады? Юқир, тұрақталып күшейе түседі. Байланыс, ульфа, достық, иттихад, одақтастық. Намаздың уақыты кірген кезде намаз уақыты кірген кезде ана жақта ғапілдікте жүрсін, басқа нәрсемен шұғылданып жүрсін, намаздың кіргенін білмей қаласың. Сол арада намаз кірді деп сені есіңе салатын не керек? Бір нәрсе керек. Демек ол кезде болмаған ғой. Дұрыс па? Ұмытып кеткен адамға есіне салатындай. Не үшін? Бәрі мешітке жиналу үшін, көпшілік. فأتمر النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة فيما يفعل ذلك. Aslında тұр فأتمر демізде тәшәуара. Міне, демек бірінші нені айтып кетті? Намазға барудың және жамағатпен намазды оқудың пайдасын айтты да. Сөйтіп алып келді, неге түсті? Енді сол намазға, біз жұмыспен жүреміз, шұғылданып кетеміз. Бағанағы пайдаға қол жеткізу үшін, қоғамдық пайда болсын, жеке бастық пайда болсын, қол жеткізу үшін намаздың кіргендігін баяндау керекпіз. Немен жеткіземіз ал? Деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істеді? Сахабалармен ақылдасты, ортаға тастады мәселені, кеңесті. Өзі шешкен жоқ. Мафхум? Ал қалған үкімдердің бәрін өзі шешеді. Қай мағынада? Алла тағала уахи жібереді, былай болады дейді. Түсінікті ма? Неге бұл мәселені өзі шешкен жоқ? Неге Раббым, жаратушы әл-Халиқ субханаху ва тағала оны ортаға тастап тұр? Қазір оқимыз. Фима яфалу залика ли залика. Енді сол адамдарды мешітке намаз уақыты кірді деп жинап алу үшін не істейміз? Фақала баъдухум, сонда нарфа раятан иза хана вақту салати ли яраха нас. فلم يرضوا ذلك لأنها لا تفيد النائم ولا الغافل. Дұрыс көз қарасың, дұрыс пікір. Бір жағынан қарасаң жақсы, бір жағынан қарасаң кемшілігі бар. Не дейді? Жалау көтерейік. Сонда адамдар көріп намаздың кіргендігі, намаздың уақытын біледі. Сонда не дейді? Жоқ, бұны қабыл алмаймыз. Себебі ұйықтап жатқан адам, ғапілдікте деміз, бір бөлменің ішінде немесе бір жерде, базардың ішінде, көпшіліктің арасында жүрген адам, ғафил адам, ғапілдіктегі, немесе соқыр адам. Соқыр адам көрмейді жалауды. Дұрыс па? Жалауды көрмей қалады да, олар келе алмай қалады. Демек бұл көпшілікке ла туфид, пайдасын бермейді. وقال الآخرون نشعل نارا على مرتفع من الهضاب فلم يقبل أيضا. Біреу не деді? Онда не істейік? Биік жерге шығып, от жағайық, түтіндетейік деді. Оны да қабыл етпеді. Хидаб дейміз, дөңге, тауға, биік жерге. وأشار آخرون ببق وهو ما كانت اليهود تستعمله لصلواتهم. Буқ дегенімізде сүре, деп үрлейді. Дудка сияқты. Міне бұны еврейлер өздерінің намаздарына немесе құлшылықтарына шақыру үшін қолданатын еді. فكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يحب تقليد اليهود في عمل ما.
Неге оны пайғамбарымыз ұнатпады, жек көрді? Себебі пайғамбарымыз еврейлердің амалына ұқсайтын бір амалды істеуді ұнатпады. Тақлид, еврейлерге еліктеуді, кез келген бір амалмен еліктеуді ұнатпады. Түсінік па? Сол себепті хадис келді ғой. Еврейлер сақал қойса, сақалдарын қырыңдар деді. Еврейлер сақалын қырып тастаса, сендер қойыңдар деді. Оларға не жүреміз біз? Қарама-қайшы жүру керекпіз. وأشار بعضهم بالناقوس وهو ما يستعمله النصارى فكرهه الرسول أيضا. Пайғамбарымыз нақус дегенде қоңырау. Қоңырауды ұсынды. Қазіргі таңда олар қолданады ғой, колокол. Соғамыз деді, жоқ, пайғамбарымыз оны да қабылдамады, ұнатпады. وأشار بعضهم بالنداء فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بها فقبل هذا الرأي. Демек не істеді? Соңғы бір көзқарас, онда жар салайық, жан жаққа айқай салайық, шақырайық. Намаз уақыты кірген кезде жан жаққа. Жақсы ба? Сөйтсе осы көзқарасты не істеді? Қабыл етті. Бірақ немен шақырамыз? Шақыратын кездегі сөздің сөздің мазмұны, мәтіні қандай болады? Ол шешілген жоқ. Жалпылама намаз уақыты кірді деп айқайлайды. وكان أحد المنادين عبد الله ибн زيد الأنصاري. Сол жан-жаққа жар салып айқайлайтындардың бірі, демек көп болған солардың бірі кім болды? Осы кісі. Радиаллаху анху. فبينما هو بين النائم واليقظان. Міне осы кісі ұйқы мен ояудың арасында. Демек шала ұйқы, қалғып қалатын ұйқы. Түсінді ма? Не толық ұйқы емес та. Соның арасында отырған кезде إذ عرض له شخص. Демек түсу ғой енді, шала түс қой енді. Отырған кезде оған бір адам келді дейді. إذ عرض عليه شخص, бір адам келді. وقال, ол періште ғой. وقال ألا أعلمك كلمات تقولها عند النداء للصلاة. Намазға шақыратын кезде мына сөздерді үйретейін бе? Намазға шақыратын кезде мынаны айтсаң. قال بلى, әлбетте. فقال له قل الله أكبر الله أكبر مرتين وتشهد مرتين ثم قل حي على الصلاة مرتين ثم حي على الفلاح مرتين ثم كبر ربك الله أكبر مرتين ثم قل لا إله إلا الله. فلما استيقظ توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبر رؤياه. Міне түс көрген екен, түсінде періште келіп, ол періште Жибрил алейхиссалам болуы мүмкін. Не істеді? Азанның, ниданың сөзін үйретті. Азан дегенімізде нида. Қандай нида? Жалпыға нида. Хабар беру. Бірақ азан деп шариғатта не істелді? Бекітілді. Ал ол кезде нида қандай болды? Ас-салату джамиа. Ас-салату джамиа деген ғана болды. Мафхум? Ол қашан айтылады бізде? Жаназа намазында қалды. Жаназаның азан жоқ қой. Оның орнына не айтамыз? Ас-салату джамиа. Ас-салату джамиа. Айтпағаны жамағатпен оқылатын намаз. Намаз уақыты болды деген сияқты ишарат. Фақал иннаха ла руя хаққан. Пайғамбарымыз естіп не деп айтты? Бұл хақ, ақиқат түс екен деді. ثم قال له لقن ذلك بلالا فإنه أندى صوتا منك. Міне, оны кімге үйрет? Лаққин дейміз, үйрет, жаттат. Бұл сөзді біз қайда қолданамыз? Талқын деп жатады бізде. Талқын, ол тәлқин. Қазақ тілінде талқын болып кеткен ғой. Негізгісі араб тілінде тәлқин. Қандай тістен алған? Лаққана. Лаққана дейміз, ұмытып қалған нәрсені аузында салып айттырып жібереді, есіңе түсіреді, жаттатады. Түсінді ма? Қайталатады, соны лаққана дейді. Содан не шығады? Тәлқин. Тәлқин дегеніміз туысқандардың бәрі мәйіттің басын тастап кетеді, мәйіттің қасында ең жақыны қалады. Білетін болса өзі, білмейтін болса иманнан қалады. Сөйтіп не істейді? Басында отырып тәлқин жасайды, тәлқин жасайды. Тәлқин не ол? Бағана кәлима мәйітке айтады қабірдің ішіне жатқан. Пәленше деп атын білсе, тегін білсе, тегімен шақырат айтады. Сен осы өмірде, мына дүниеде жүрген кезде мұсылман едің ғой, кәлиманы айтқан едің ғой деп тәлқин қылып отырады. Тура сол сәтте астында қандай әлемде, барзах әлемде басқа не
не болып тұр ғой, басқа әлемде екі періште сұрақ жауап болып жатады. Сонда мен ана екеуіне сұраққа жауап берейін деп жатқан кезде ар жақтан маған кім есіме салдырып жатады? Жердің үстінде тосқанын еске салдырып жатыр. Түсіндің ба? Бұл амал мустахаб, парыз емес, мустахаб. Соны не деп айтады бізде? Талқын деп айтады. Ол негізі тәлқин. Міне, лаққин залика билалан файнаху анда дейміз, ахсану ва а'заб. Сенен қарағанда даусы қоңыр, жұмсақ, әдемі, нәзік. Ва байнама билалун юаззину из жаа Умар яжурру ридааху. Міне Билал тұрды да үйренгеннен кейін бағанағы азанды, ниданы айта бастаған кезде Омар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху яжурру ридааху дейміз, етегін қолына бүйтіп жинай отыр. Жүгіру үшін етек не болмау керек? Кедергі болмау керек қой. Етек қолын жинап жүгіреді ғой адамдар жүгірген кезде. Айтпағанда асығыс қолды деген сөз. Ана не сесоқты деген сияқты да, түсіндің ба? Яжуру рида, немесе жүгірген кезде не болды? Шапанын жерге сүйретті. Енді бұл жер мағынасы не? Олай болмаса да асығып кетті деген сөз. Сен де сөйтесің бір нәрсеге, кірген кезде не істейсің? Кіріскен кезде не істейсің? Жеңді, сосын балағını түріп салмайсың ба? Не? Кірістім деген сөз. Тура сол сияқты бұл кісі жүгіріп келген айтып жатыр, асығыс. Фақала валлахи лақад раайту мислаху я расулаллах, Алла мен ант етейін, тура осындайды көрдім мен дейді. Мафхум? وكان بلال أحد مؤذنيه بالمدينة. Пайғамбарымыздың азаншылары көп болды. Сол азаншылардың бірі Мәдинада кім? Билал ибн Рабах радиаллаху анху. والآخر عبد الله ابن أم مكتوم. وكان بلال يقول في آذان الصبح بعد حي على الفلاح. Осыны қосты. الصلاة خير من النوم مرتين. Ал шынайы азан кірген кезде білесіңдер, азан таң намазын азан екіге бөлінеді. Біреу өтірік, екіншісі садық. Садықты кім айтқан? Абдулла ибн Умм Мактум айтқан. Өтірік дегенде азан таң намазының кіретін уақыты мынандай болып тұрады. Ол жалған әлі кірмеген. Таң намазының уақыты былай шығу керек. Уфуқ бағанағы жарық. Күннің жарығы былай солып шыққан кезде шынайы таң намазы кірген болады. Оны кім айтады? Оның азанын Абдулла Умм Мактум. Түсіндің ба? Сонда Билалдікі қай уақытта? Сәресіне тұрғызады да сені. Түсіндің ба? Сәресіне тұрасында ораза болсаң, сәресінің шәрентіші боласың, соның артынан кім келеді? Абдулла ибн Умм Мактум кім айтады? Болды, ауыз бектесін деген сөз. Мафхум? وأقره الرسول على ذلك من وصف пайғамбарымыз құптаған болса бұл неге кіреді? Хадис, бірақ қандай хадис? Тақрири хадис болады. Қаули фи'ли емес, қандай болады? Тақрири, құпталған. Вакана алей, тақрир дейміз, оны пайғамбарымыз істеген жоқ, бұны кім қосты деген сөз? Сахабалар істеген, пайғамбарымыз құптаған деген сөз. Мафхум? Себебі ас-салату хайрун минан наум дегенді бағанағы періште үйреткен жоқ. Бұны кім қосады? Билал ибн Рабах радиаллаху анху. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر في فجر رمضان بأذانين أولهما يوقظ به الغافلون حتى ينتبهوا للسحور. منه ораза кезінде екі азан айтылған. Сонда бірінші азанды кім айтады? Билал айтады, екінші азанды Садық уже болды. Ауыздарың бекіндер дегенде Абдулла ибн Умм Мактум радиаллаху анху. والثاني للصلاة أما الأذان للجمعة فكان أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله وصلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. Демек азан жұмада да сондай болған екен, екеуі. Біріншісі қашан айтылады? Имам минбарға шыққан кезде айтылады да. Түсіндің ба? Демек не басталды? Жұма басталды, бірақ намаз басталған жоқ. Мафхум? Екіншісі неге айтылады? Намаз басталды деген айтылады. Қашанға дейін солға жалғасты? Пайғамбарымыздың кезінен бастап Абу Бакр Омарға. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد نداء آخر على الزوراء. Заура дегеніміз суқун баидун фи Мәдина. Мәдинада алыс жерде тұрған, енді заман дамыды ғой. Жасалған базар екен. Адамдар көбейгендіктен үйлер көп салынды. Биік үйлер салына бастады ғой. Сонымен не болады? Азан жан жаққа
жетпей қалады, адамдар көп естімей қалады. Содан не істеді? Осман ибн Аффан қараса, жұмаға адамдар келмейтін болды, азайып жатыр. Неге естімей қалады көбісі? Содан нені қосты? Азанды қосты. Мафхум? Қандай азан? Бірінші уақыттың кіргені, сосын барып не? Бағанағы жұмаға, сосын барып қамат. رواه البخاري ولما تولى هشام ابن عبد الملك أخذ الأذان الذي زاده عثمان بالزوراء وجعله على المنار. Сөйтіп Хишам ибн Абдул-Малик келеді не істейді? Анау Заура деген базарда жасалған азанды алады да, демек жалпы болмағанда басында не істейді? Жалпы бәріне кіргізіп жібереді. Сонда неде айтылатын болады? Екі азанда неде айтылады? Мұнарада айтылатын болады. Демек алдындағы Османның қосқан азаны мұнарада айтылмаған, сол базарда тұрып айтылған да. Неге? Келіңдер деп. ثم نقل الأذان الذي كان على المنار. Мұнарада айтылған азан қайда көшті? حين صعود الإمام على المنبر في العهد الأول بين يديه. Демек кейіннен ауысып келді, не болды? Екеуі де неде айтылатын болды? Имам минбарға шығатын айтылатын болды. Көрдіңіздер ме азанның тарихы қалай? Сонда базардан мұнараға өтті, мұнардан мешіттің ішіне имам неге шығады? Біріншісі хұтбаға шығады, сосын имам хұтба тұрғанда тағы да азан айтады. Неге? Намазға. Мафхум? فعلم بذلك أن الأذان في المسجد بين يدي الخطيب. Уағызшының алдында дегенде ол шығады да, сен уағызшы қарап тұрып азан айтасың. Сонда ол неде отырады? Минбарда. Немесе тура бетіне қарамасаң да, бетіп минбарына жерде тұрса, сен оған бет жанында тұрып айтасың. Соны айтады бейне ядай деген. Бид'атан ахдасаха Хишам ибн Абдул-Малик. Демек бұл не екен? Бид'a. Жаңалық. Оны кім енгізді? Сонда жасаған Абдул-Малик. Демек Осман жасаған жоқ. Осман ана жаққа жасаған болса, бұл мешітке, ненің ішіне, минбардың қасына жасап тастаған кім болды? Хишам ибн Абдул-Малик. Вала ма'на ли хада al-adhan li'annahu huwa nida ila as-salah. Мынаны қосқан азанның мағынасы жоқ, себебі ол сол мағынаны береді. Қандай мағынаны? Намазға шақыру. ومن هو في المسجد لا معنى لندائه ومن هو خارج المسجد لا يسمع النداء إذا كان النداء في المسجد. ذكر ذلك الشيخ محمد ابن الحاج في المدخل مالكي. Енді бұл жер көзқарастар көп. Олар не айтқан екен? Екі азанның не қажеті бар? Бәрі мешітте отырған болса, ол мешіттің сыртындағы естімейді. Ал мешіттің ішінде отырған адамға екі азанның не қажеті бар? Бір азан жеткілікті емес пе? Деп айтқан екен. Оны кім айтып тұр? Малики мазхабындағы бір шейх. Ол не көзқарас? ойбай демейсің енді, бар, бол, қабылдайсың, өткізе саласың. قال الحافظ في فتح الباري وأما ما أحدث الناس قبل الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح أولى. Енді мына кісі не дейді? Фатхул Баридегі. Қазіргі таңдағы жұмаға шақыру үшін, жұмаға дейінгі адамдардың енгізгені, жасағаны кейбір жерде зикр айтады екен, кейбір жерде пайғамбарымыз салауат айтады екен. Ол кейбір мекенде жүреді. Түсінікпе? Мысалға бір жерлерді құпталады, ел қабылдаған, соған үйреніп қалған. Онда бола береді ол. Енді бір кейбір жерде ол құптамайды. Ел үйренбеген, қажет емес оған. Онда ол жаққа оны енгізіп қажеті жоқ. Түсінікті ма? Мафхум? Бірақ бәрібір де қайсысы абзал деп тұр? Ең тынышы салафты. Салаф дегеніміз бірінші азан. Пайғамбарымыздың кезіндегі, Абу Бакрдың кезіндегі, Омардың кезіндегі сүннет ұстанған абзал. Бұл да көзқарас. Мафхум? فعلم من ذلك كله وصندار وقف نين سندك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آذان الجمعة أنه كان إذا جلس على المنبر أذن مؤذنه على المنار. Пайғамбарымыз қандай болған? Пайғамбарымыз минбарға шыққан кезде азаншы қайда шығады? Мұнараға шығады да. Түсінікті ме? Алдында тұрмайды. فإذا انتهت الخطبة أقيمت الصلاة وما عدا ذلك فكله ابتداع. Пайғамбарымыз кезінде солай болған екен. Минбарға шықты ма, азаншы қайда кетеді? Мұнараға шығады. Сөйтіп жан жаққа тұрып айқайлайды, азан айтады. Хутба біткен кезде не істейді? Бірден қамат айтылады да, қамат онда қайда болады? Қасында тұрады, немесе сол жақта айтады да, болды, намаз орындалатын болған. Ал қазір бізде онда емес қой. Екі рет азан айтылады, дұрыс па? Не істейміз енді? Ойбай бидғат дейміз бе? Жоқ, бізді қалыптасқан болды. 4 мазхаб иесі құптаған, ол қажет. Неге? Талап өзгерді, заман өзгерді, адам өзгерді. Мафхум? Адамның саны көбейді. Сосын мәселе, саны көбейді. Ал пайғамбарымыздың кезінде саны аз. Сол себепті мына формат жетерлікті. Шығады, бір рет азан айтып болды, бәрі естиді. Ал қазір жоқ. Қазір
ол тұрмақ мешіттің қасындағы тұрған адам азанды естімей қалады. Неге? Себебі үйдің проектісі қандай қазір? 5 сом қандай? Сырттағы дауысты естітпейді деп салып жатқан жоқ па? Немесе естіледі, бірақ сенің қасында биік не тұр? Биік қабат үй тұр да, сол не істеп тастайды? Азанның дауысын жауып тастайды, естімей қаласың. Міне. Ал ол заманда бұндай мәселелер туындамаған. Фиқтың өзі не үшін жазылды? Пайғамбарымыздың кезінде, Абу Бакр кезінде фиқ кітапта болмаған, фиқ қағида болмаған. Олардың сөзінде, әрекетінде жүре берген болды. Оны олар фиқ деп түсінбеген, істей берген жай ғана. Бірақ неге жазылды? Заман екі, адам өзгерді, қажеттілік туындады, жазу керек болды. Түсінікті па? Сол себепті фиққа біз кеңінен қарау керекпіз. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل افضل صلاه على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم غافلون الفاتحه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين.